Менің аты-жөнім Темиржанова Айғаным. ботада ДЖТ ағылшын бағытын таңдап 131 балл жинадым. Дайындықты 10-шы сыныпта бастадым. Сол жылы алғаш рет тарих деген пәнге қызығушылық танытқан едім. Осы себептен 5-ші сыныптан бастап келе жатқан программаны тез әрі сапалы меңгеру қиынға түсті. Сонымен қатар, мамандықты дұрыс таңдадым ба деген сұрақ жиі күмәндатты. Өз пікірімді жиі өзгертіп отырдым, алайда қазір болашақта кім болатынымды нақты білемін. Мен Казгю жоғары оқу орнында халықаралық қатынастар деген мамандықты оқығым келеді. Осы университетке түсу ұзақ уақыт менің арманым болды, және ол жүзеге асады деп үміттенемін. Енді сабақ онлайнды неліктен таңдадым деген сұраққа келсек, мен үшін алдымен онлайн формат ыңғайлы болды. Екіншіден, бұл жерде дисциплинаға үйретеді, әртүрлі конкурстар ұйымдастырады, сонымен қатар ОБТ-ға дайындау сапасы жоғары, материалдарды түсінікті әрі оңай тілмен жеткізеді, сосын арнайы тапсырмалармен ақпаратты бекітеді, және эфирлерде пайдалы нұсқалар талдайды. Сосын кураторымен, мұғалімдермен танысқаннан кейін мүлдем күмән қалған жоқ. Енді осы тақырыпқа келген болсақ, мен Бекзат ағайға алғысымды білдіргім келеді. Қазақстан тарихы мен үшін ең ауыр пән болды. Бірақ осы ұстаздың арқасында деңгейімді көтеруге мүмкіндік алдым. Сосын Бексұлтан ағайға рахмет айтқым келеді. Дүниежүзі тарихы қиын болғанымен ақпаратты ойға қонымды етіп жеткізе білді осы кісі. Бірақ әрине шексіз алғысымды Альбина апай кураторыма білдіремін. Осы адам маған 9 ай бойы мотивация берді, керек кезде қолдау көрсетті, жанымда болды, әр сәтті менімен бірге сүрді. Альбина апаймен жылы естеліктерім өте көп, және дәл осы кісі менің кураторым болғаныма қуаныштымын. Біздің соңғы бөлімге келдік. Осы роликті көріп, дайындықты енді бастап жатқан оқушыларға бірнеше кеңесім бар. Ешқашан түнге дейін отырып оқымаңыздар. Оның нәтижесі жемісті болмайды. Одан көрі ерте ұйықтап, ерте тұрып дайындалған жөн. Сабаққа көңіліңізді толық бөліңіздер, бөлек заттарға мүлдем алдамаңыздар. Және ең бастысы, өздеріңізге ғана сеніңіздер. Ешкім ұбт-ны сіздер үшін тапсырмайды. Әрине, ұбт-мен өмір бітпейді, бірақ бұл сіздер үшін өте маңызды қадам. Сондықтан оған біраз жауапкершілікпен қарау керек. Осымен бітті. Бәріңізге рахмет. Шын жүректен сәттілік тілеймін.